Talpındım yerkem, sazымен көркем, қаңқылдап қаздар өткенде. Сағындым сені, аялам, келсеңші маған. Тұрсай! Ойбай, мам. Тапа-тал түс болды ғой, басың 4 бұрышты болғанша ұйықтай бересің ба, Сағат енді 8 болды ғой, мама. 8-де ана Зүлпандар бір ғой, әбет ішеді. Зор түс көріп отыр, айран қылдыңыз ғой. Түс көріп жатыр мен. Ондайларын айтып қойсаңдаршы, мен не қылам ғой, оятпай дайын жүрем ғой. Мақұл, енді қайталанбасыншы, мам, Тұрсай! Сенен бұрын ана братчикаң тұрып қойды ғой. Бұл жараған бәлілер өтші. Қайсы братчикымды айтып отыр, мен жалғыз ол емеспін. Не мына түрің, әбіржіп албастыдай былшиып семіріп ағасың. Адам деген өзіне қарап, бір боянып, сыланып, халатын ең болмаса бір аптасына бір рет ауыстырып жүрмей ма? Бай балашаға деп өлесің ба? Орамалын қисайып, мисайып. Қошақан, қалайсың? Қайырлы таң, тұрдың ба? Қашан бірге оянамыз? Қашан кезесің деп атырық енді. Не алдыңыз, мам? Кетіп қалды ғой мына запись. Жан білесің ғой, біз кішкене бай тұрамыз ғой. Үйде плясырап атыр едік қой. Сол кішкене тұмаурамып қалған ба, бір... Істеп отыра бересің ба, азынан кешке дейін телефон төмпештеп? Істеп атқан жұмысың жоқ. Жұрттың балдар құсап үйленбейсің, салаң-салаң етіп жүре бересің ба? Үйленем о, мам? Үйленем? Құдай қаласа. Қызың бар ма? Бар ма? Қойыңшы, мам. Айтсай? Қойыңшы. Дей бергенес, айтсай, бар ма, жоқ па? Бар ғой, бар. Құдайға шүкір, бар. Қош, ойбай. Сол сөйлесіп отырем, айран қылдысың ғой сәл. Ойбай, қаяқтың қыз, не елдің қызы, қай жақтікі? Біз тұру сұрап бітістер, мам. Не аласың, ұрын? Ойбай, білейік та қаяқтан алатқанымызды. Ояқтікі емес ол? Қаяқтікі? Африканың ғой, вообще. Нголо Мапото деген тайпадан шыққан ол. Ояқтікі емес? Жақсы болып десе, қалың мал бермейміз. Су ішкеніне риза болып, кола ішсе бір жыл айтып жүреді десе. Кім айтты қалың мал бермейміз деп? Береміз ол. 80 тигр сұрап отыр. Сосын аузында ше, мына жерінде дөу, банкысы болады ғой, ерінді берше. Вот, банк жапқан кезде қиналмайсыз ғой. Аузымен жауа береді. Айтсай, қаяқтікі қыз? Найман қыз ғой, найман қыз. Сауап бұпты, жақсы бұпты. Екі аяғың бір етікке тұрады десе. Тұрай. Болды қас. Саған ертең кездесейік ау, Құдай қаласа. Білә, әулетке таң қалдым ғой мене. Үлкен деп атқан жоқ, кіші деп атқан жоқ, кірді дағына қараған жоқ қой ешкімге. Ұрды кеп төмпештеп, ялып өлгенімдай мен әнерде қай бетім старын білмей отырып қалдым ғой біразға дейінше. Ол әулет негізі өсекке сондай жақын ше, мен араласуды қоямай деймін сол әулетмен ше.
Өлә, мен тірліктерім бар. Өстіп өсек айтып отырсам отырып қалатыным бар ғой меніңше. Ата жақсы, аман болыңыз. Мен Гүлжанға баруым керек әлі, жақсы. Гүлжан! Гүлжан! Гүлжик! Гүлжан! 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 Гүлжик! Бұл атаң елет мен даусымды естіп алып, үйде әтеге шығып қоя тұр ғой. Басқаша сөйлеп көрейші. Гүлжан! Гүлжан! Гүлжан деше! Тағын да бір едей. Ай, Гүлжан! Ай, Гүлжан! Өзім-ақ үй кіріп, бұларды ше мен оятып, не қылмасам ше. Ойбай! Бұлар таң азанымен ишаға кетпейтін еді ғой, үйіндемеген, ей? Гүлжан! 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 Ей, Гүлжан! Гүлжан! Гүлжан, сен мен осы жақтырмайсың, е? Неме есті ішіне әлі бағасың, е? Үнемі сондайсың ғой сен неге ішіне? Ойланып кетіппін. Мен не ойланып отырсың, не ойланып отырсың? Айтшы маған не ойланып отырсың? Адам тапа-тал түсте ойланды ма? Жатарда ойланады адам. Ана бала үйленем дейді. Кім? Деген ес, бірақ балам бар ғой менің. Асылбек ба? Ойбай, Асылбек үйленетін жасына келіп қалды. Мен кеше ғана мен келін болып түскенде көтін жуып жүрек қой, өлә Асылбек. Ешкім естімесін ана. Үйдің түрі мынау. Сыртының ремонты бітсе, ішінің ремонты бар. Үрерге итіміз, сығарға битіміз жоқ. Бір итке бір сүйек қарыз біз. Отырысымыз мынау бол жарап. Сен не үскі десің, Гүлжан? Әй, шүкір десей. Африкада да адамдар... Ой, осы Африкамен салыстырып кетеді кездер, осы Дубаймен салыстырмайсыңдар. Бірдеңе осы Африка, артқа кетіп баратқан біреулермен салыстырады кездер. Вообще айтып жатқаным ғой. Гүлжан, жаным сабирист болып, сен қолыңнан бәрі келеді ғой. Ешқандай уайымдама. Құдаларымды күтіп аламыз. Алтынды тағамыз, үйдің ремонтын бітіреміз. Просто ақша берсең болды. Ақшасыз еш нәрсе болмайды, білесің ғой. Тем более мен Зүлпан ақша бар жерде жүремін ғой. Ой, сорлы, оны екінің біріне бір ақшасын берсең істеп береді ғой. Оны әлдеқандай поддержка беріп отырсың ғой. Айтып жатырмын да енді соны. Не қылдың өзі сен? Байың қаяқтан не істеп жатсыңдар өзі? Әй, не істегенде қайып білесің ғой мен байымды. Құйрығы жеріс келмейді ғой. Ойбай, ары бері жүр. Бізді асырап атқан сол ғой қазір. Құмырсқа сияқты тырбаңды, әйтеуір. Соның арқасында шалқайып, көрші арылып, рахат қыдырып жүрмін ғой біз. Соның арқасы бәрі. Қайып-көгі! Қайып-көгі! Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Уалейкум ассалам, Асылбек, қалайсыз? Не істеп жатсыз? Трактор жөндеп отырмын да, көрмейтсің ба? Бұл трактор жүретін трактор ма? Жүрмейтін трактор ма, Қайып-көгі? Мен ес білгелі жөндеп отырсыз ғой бұл. Бір тұрып жүретіңіз көрмейтін болдық қой, өмір астында жатасыз. Жүрет бұл трактор. Түнде сендер ұйықтап қалған кезде айдап келіп жүрмін ғой. Бұл трактор дейтін еркектің ермегі да. Күндіз мен жатам астында. Түнде ақтөс жатады. Зияны тиіп жатыр ма осы трактордың саған? Ма қоя беріңізші. Жаңалықты естіңіз ба? Естіме құдай жақтасын, жаман болып отыр дейді ғой. Жоқ ой, ондай жаңалық емес. Үйленейін деп отырмын ғой мен. Дұрыс. 20 жасқа дейін үйленбеген еркекті бауыржан момышылтамыз. Халық жауы деген ғой. Ру қандай қыздың? Қойыңызшы, не қыласыз ру? Бәрі ру сұрай береді осы. Жаңа осы тақырыпты үйде зорға жауып келе жатырмын. Асылбек, менің саған ақылым болсын. Ер жігіт бұл өмірде екі нәрседен қателеспеу керек. Біріншісі ол мамандық таңдаудан. Екіншісі жар таңдаудан. Жар таңдаудан. Мен соның біреуінен қателескен, Асылбек. Қайып-көге үйді айтпасаңызшы. Зүлпан әпшем, қандай алтын кісі ғой? Өмір мақтап жүреді сізді. Қайпым деп абыройыңыз көтеріп. Не өйтіп айтып? Мамандық таңдаудан қателескен ғой мен. Бәзі сөйтіп айтсаң. Осы техникумға түспегенде мен Зүлпан жоқтырмайтын едім да, басқа қатын алатын едім да мен. Қайып-көге қатырасай. Сізге өтінішпен келіп тұрмын. Қандай өтініш? Ертең рестораныңыздан бір орнақ қойсаңызшы маған, келін балаңызбен кездесейін деген ғой. Орын дейсіңдер, қарыздар жауып тастасыңдаршы бірінші. Кім отырайын деп отыр қарызға? Төлеп кетем. Сөқтің шотын төлеймін, сөйтіп осаққа дейін жиналған қарыздарын бәрін төлеймін. Төлейсің, ақшаң бар ма? Қайып-көге тауып атқаншамыз биномадан. Не ол бинома деген? Қалаға жұмысқа тұрып алдың ба?
Жоқ, телефонда ғой, білмейсіз ба не? көрсетші. Трейдинг деген түсінесіз бе өзі? Қосымша ақша табуға болатын платформа. Кіресіз. Ha. Міне өз жоғары төмен өстіп кетіп жатады. Анализ жасайсыз өзіңіз. Біреу басасыз. Болды міне. Ё-моё, түсе салдым анау. Өстіп жасай бересіз. Деген оны ба? Үйретсінші маған. Болды ғой, үйретемін ғой, бірақ орнына қойыңыз ертең. Асылбек, ақыры биномадан ақша тауып отыр екенсің. Қарыздар жауап жасамайсың ба енді? Болды, жауын. Жібер ақшаны. Сізге жіберейін ба? Мен қашан ақша ұстадым, ёп твою мать. Зүлпанға жібер. Мақұл. Зәлпан бітеміз. Мына жерге қызыл жасыл шалдар ілеміз. Ой, шалдар деп не? Шарлар. 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 Сөйтеміз да, мына жерге сәлем беретін. Юрта істеп қоймыз келінге. Әдемі. Юрта бүйтіп тұрады. И келін сәлем беріп отыр. Мен мына жерде оқтау ұстап тұрмын. Бүйтіп әдемі қылып. Ой, оқтау көршілер ұстай ма? Жас балдар ұстай таста. Мысалға деп отырмын. Мысалға деп отырмын да. Қонақтарға жерге отырып. Қонақтарды мына жерлерге отырғызамыз да. Қызық болады. Мына жерде не? Танысу. Танысу. Өлтірем ғой мен танысу. Қыз бала гүл кетті. Қыз бала гүл кетті. Болып. Мощный өлеңдер қойып тұрады ғой. Әдем өлеңдер қойып тұрады. DJ әдем өлең қойыңдар. 80-90 болады да. Сол кезде бүйтіп зар өзіне билеп қоямыз арасында. Әдем билесе осы негізші. Зор өлең қоясың арасында. Сен несібелде қанша келуі мүмкін, е? Былтыр несіне бірінші келіне 3 мың неғылмын жіберді. 3 мың заман өтті ғой. 3 заман өтті ғой. 10 мың әкелетін ше. 17-8 мың ары кеткенде. Бүтін 10 мың тастайтын да. Сондай болып қалды ғой қазір. Жібер бақыт қиды. Сүндеткөге, короче, келді да. Орта кеп кел. Билейтін Ордасы келді. Қайсың билейміз? Өзің билей бер. Өзің билей бер. Мен билемеймін. Вообще Болды, билемеймін. Сүннет көген мен ауыр қойжам. Сәнше бил ол негізі. Өгемен билді. Иисусты. Сен тойыңдамыз ғой. Бетішін дайындап отырсың. Не ашын Асылбек сен мен қазуға шығып бастамасың. Не ашын берді? Таңда қойсаңдаршы, не қылып отырмын мынау? Билеп кеткен ес бізбен бірге бар. Дайындал. Менен қатты дайындалып отырсыздар осыздар. Мен оғызбен бірінші кездесіп алайын да. Кездеспегенсің ба сонда? Асылбек сен қызың жоқ па? Ой, мына болды аппаратураның бәрін жинаңдар. Қайтамыз ол нерде шарларында арқа менге қош келдіңдер жазуымен бірге. Гүлшен әбі үйсіп кетесің де, шақырып ал. Дайын емес қой мынаны айналайын ау. Вообще дайын емес қой Асылбек. Мен ертең той болатын кезде бірақ шақырыңдаршы мақұл. Вообще араласпаймын мен Гүлшен сендермен. Вообще Гүлшенға таң қалдым ғой мен. Біресе үйлендіремін дейді, біресе үйлендірмеймін дейді. Сәлем бердік ата. Вообще мен негізі қоя алмайтын араласу үшін негізі олармен. Гүлшен негізі удалить етемін оның өмірін. Зона келді ғой, зона көтерсей мені. Өлтіреді ғой қазір көтерсей. О, сорлы, айран әкесіңдер ғой. Қой болды ғой, мына ойынның бәрі не болды мынау? Көтерсей! Бала, не істеп отырсың ана телефон төмпештеп? Үйленем деп қойды. Неге үйленесің? Бітірген оқуың жоқ, істеп атқан жұмысың жоқ. Саған айтып жатырмын мен. Ау. Саған айтып жатырмын. Ой, мама, уайымдамаңызшы. Мощный қыз әкеп берем. Әкелесің ғой саған қыз келін деген әкеліп үйге қадап қоя салатын саған бір немене. Мебель ма? Біреуден аманатын әкелейін деп отырсың сен үйге. Ертең памперсі бар, анаусы бар, анау жетпей, мынау жетпей, жылап, сықтап, ажырасып кетесіңдер содан кейін. Сен сияқтылардан кейін көбейді ажырасу, бәле пәтер деген. Мейсіз топастардан да сотқыны бей тықылдатып, азынан кешке дейін растение отырған. Шөп. Ой, мам. Бітіріп атқан дымдар жоқ. Ана жерге барып бір шықлайды, ана жерге барып бір шықлайды, аяққа барып бір шықлайды. Екі аяқтарың салбыратып, әке-шешелерің алдына отырып аласыңдар, сонымен шауып жүресіңдер. Қолыңыз ұзарады ғой зато. Қолыңыз бөлмеде ше, созасыз ғой былай. Тамақ істеліп атады кухняда. Мына бөлмеге созасыз, кір жуылып атады. Ойпырмай. Ой, қолыңыз ұзарады. Қолымыз ұзара ма, тіліміз қысқара ма? Көтімізді қысып қамайық. Ой, мама, мен білмейді екенсіз, мама, мен білмейді екен. Не? Ой, мам, ашшам алақанымда, жұмсам жұдырғымда ғой. Мен аямаймын ғой, сізге ләм-мим демейтін болады ғой, ләм-мим. Бір, әшейін, десе ше. Айтамайым мен ше, мама. Мама, жібере сал мен. Неқта жүрма, там артында, бөлмеде жатыр ма? Неқта майлы, шағырып кең. Шағырып кең. Төмпештеймін. Айналайын, со бөлмеге кіргізіп ашы, қатынды әкелді, бірінші кіргізіп ашы келінің. Алмастар ма апша? Кеңіз, кіріңіз. Жұмысқа апша бізде. Жұмысқа жақсыздар ма? Жақсы. Не болды? Шаштық па?
Балаңыз бар ғой Асылбек. Аха. Соған армияға повязка. Армияға? Иә. Барасың ба? Айран болды ғой бәрі. Gündüzde, tünde de seni özledim. Kimsin sen, kaydasın, sonu bilmedim. Bir de varsın, bir de şu, sen böyle gelesin.